Приехал в город Тараз на один день с другом. Ассаламу алейкум, ағасы. Комментарий айтып жібересіз ба? Қандай комментарий айналайын? Мен негізі журналданмын. Жоқ қайда. Жаңа космос журналынанмын да. Сол журналға біздің жаңағыда енді осы Таразға мен бірінші рет келіп тұрмын бүгін. Иә. Жалпы өмірімде бірінші рет келіп тұрмын. Жалпы сұрағым мынандай болатын еді. Осы Тараз өлкесі бұрын Тараз қаласы жасыл болып атағы шыққан еді ғой. Жасыл қала, адамдары керемет. Жаңағыда енді осындай бір бүгін келсем ағаштардың көбісі қурап қапты. Қалай қурады? Енді көгеріп алсын, көктем енді басталды. Көктем енді басталды. Иә, сен қазір уақытында келген жоқсың. Сен төменірек майдан кейін кел. Біздің қала Әулие-ата ғой, Әулие-ата. Бұл өте көгерісті, өте жаңа сен айтқандай емес. Қураған ештеме жоқ. Мына талдардың бәрі көгеріп көрдің ме? Әдемелеп гүлденіп тұр бәрі. Мысалға. Енді басталып келе тұр ғой бәрі. Мысалы, көгеріп. Көктем енді шықты. Түсіндім ағасы. Ал енді мына жалпы біз жолдың бойынан жаңағыдай өткен кезде Чу деген жерден өттік. Кезінде енді бұл Совет өкіметінің кезінде Чуйская долина деп көп әңгіме шықты жаңағыдай. Жалпы олдан дәрі жасау керек дейді қазіргі заманда. Сол анашадан дәрі жасауды қалай ойлайсың, негізі дұрыс па? Тек қана дәрі жасап, сол үшін ғана қолдансақ. Жоқ, оған мен қатынасым жоқ. Ештеме деп айта алмаймын саған. Дұрыс па, бұрыс па, оны не қылған нелері бар ғой, білетін білімді адамдар бар. Солардан сұрауыңа болады. Түсіндім аға, рахмет. Рахмет аға, ауырмаңыз, сау болыңыз. Короче, не все такие общительные в этом городе. А здесь многие типа бандиты, короче, как я понял. Вот. В основном все такие бандитские ребята.